Ассалаумағалейкум достар, байланысты Алишер Накнаве каналы. Бүгінгі сабақта 2023-те күніге таргеттен 50 плюс сайыпқа алып отыру үшін не істеу қажет атты тегін мини курсыма қош келдіңіздер. Осы менің тегін мини курсым Қазақстандағы мен дейтін мықты инфобизнестер және де 2-3 сағаттық вебинардан 10 есе 20 есе артық. Оған көзіңіз жетеді деп ойлаймын. Таргет туралы сабақ 2 рет қана болады. Осы бірінші сабақ, ендеше біз өзіміздің сабағымызды бастаймыз. Алдын ала айта кетейін, бұл жерде өте құнды нәрсе айтылады. Мен профессионал таргетологпын, басқалардың бизнесін интернет арқылы дамытамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Мини курста қандай тақырыптарды қозғайтын боламын. Ең біріншіден таргетті қосудан бұрын міндетті түрде жасау керек 4 нәрсені айтатын боламын. Екіншіден, іші өзгеріп кеткен жаңа Facebook Ads менеджердегі 6 мақсатқа шолу. Яғни қайсысын қай кезде қолданамыз, трафикті қай кезде қолданамыз, вовлеченностьті қай кезде қолданамыз, және лидерді қай кезде қолданамыз. Осылардың полный бәрін айтатын боламын. Үшіншіден, мақсатты аудитория және лукалайк. Яғни лукалайк дегеніміз не? Лукалайкты қай кезде қолданамыз? Лукалайктың қандай пайдасы бар? Осы сабақта үйренетін боласыздар. Төртіншіден, өзімнің таргетіме разбор. Яғни мен таргетті қалай жіберіп жүрмін, қандай нәтижеге жетіп жатыр, және қандай пайдасы бар таргеттің. Осылардың бәрін сіздермен бірге бөлісетін боламын. Мини курстың соңында нөлден таргет қосып, бір апта ішінде компанияңызды онлайнға шығаруға болатын, және де нөлден бизнес ашам немесе бар бизнесіңді Instagram арқылы дамытып, таргет қосып, айына 500 сайыпқа алып отыруға болатын, және де компанияңызға сайт ашып, SEO баптау жасап, Google-ға жарнамалауға болатын Алишер мен жұмыс жасау мүмкіндігін ұсынамын. Сол үшін видео сабақты соңына дейін көруге сізді шақырамын. Алишер деген кім? Алишер деген мен. Мен бизнесті интернет арқылы дамытып және сатып беретін маманмын. Қазіргі таңда бизнесмендердің және де нөлден бастап келе жатқандардың клиенттерін көбейтуге көмектесіп, үйретіп, сатып беремін. Міне жалпы танысып кетейік достар. Жалпы мен өзім сату маманымын және таргет маманмын, таргетологпын. Осы таргеттен 130 клиент келді. Мен сол 130 клиенттің бәрінен сатып 3 миллион 108 мың теңге таптым. Яғни общий компанияға түскен табыс. Яғни біз таргет қостық, күніге 50 плюс сайыпқа келді. Примерно бір ай тоқтамай қостық. Бір айдың ішінде біз 130 адамға сатып, айына 3 миллион 108 мың 3 теңге таптық. Міне қараңыздар. 15 мың теңгеге біз сатқан болатынбыз. Алиш дегеннің бәрі мен боламын. Менің басқалардан ерекшелігім таргет қосып, клиент жинап, өз өнімдеріңізді сатып беремін. Яғни сіздерге күніге 30, 40, 50 адам жазатын болса, соларға сіздің өнімдеріңізді өзім хабарласып сатып беремін. Яғни менің ерекшелігім, преимуществом осылай. Қазіргі таңда мықты таргетологтар, обещан таргетологтар көп. Сізге күніге 30-40 сайып как білем, ойбай күніге 100 сайып как білем деп та, допустим, сізге күніге 100 клиент алып келсінші. Бірақ сіз оның әр қайсысына өз өніміңізді сата алмасаңыз, ол клиенттердің не қажеті бар? Главный сіздерде мақсат өз өнімдеріңізді, өз товарларыңызды сату. Сол үшін сіз таргет қосасыз. Таргет арқылы клиент алып келесіз. Клиентке өз өніміңізді сатасыз. Ал менде екі мүмкіндік бар, яғни екі қабілет бар. Мен таргет қосып білем, күніге пәленбай мың адам алып келем, күніге пәленбай мың заявка алып келем. И сол келген заявкаға сіздердің өнімдерін сатып, сізге двойной пайда алып келе аламын. Жалпы ерекшелігім осындай көбінесе. Таргетті қосудан бұрын жасау керек 4 нәрсе. Біріншісі, дұрыс Instagram парақша жасау. Яғни мысалға қараңыз, мына станция шемалған аксессуары. Тым жоқ ішінде просто тұрған Instagram парақша, ал мен бұны әкелдім да міне осылай әдемілеп безендіріп қойдым. Міне әдемілеп атын қойдым дұрыстап. И біріншісіне міне атын жазып қойдым. Станция шемалған аксессуары, телефонға көлікке керек нәрселер деп. Жалпы осылай көріп тұрғандарыңыздай и әдемілеп обложкаларын жасадым, подписчик жинадым, отзывтар, доставка бәрін жасап қойдым. Дәл осылай сіздердің Instagram парақшаларыңызда менен мықты болу қажет. Екіншіден, дұрыс Facebook аккаунт және страница ашу. Жалпы достар, сіз таргет жіберместен бұрын ойбай новый Facebook аккаунт аша салам, новый страница аша салам деген ондай ойды алып тастауыңыз қажет. Сізге нақты керек Facebook аккаунттар қажет. Яғни 1-2 жылдан бері қолданып келе жатқан, адамдармен сөйлесіп тұратын, яғни және де фото анау-мынау салынған Facebook аккаунт қажет. Яғни қолданыста тұрған аккаунт қажет.
Енді ол сізде жоқ болса таныстарыңыздан, үй ішіңізден, туыстарыңыздан сұрап алсаңыз болады. Және дұрыс страница ашу, енді страница, главный нормальный Facebook аккаунт болса, страница ашу оңай болады. Үшіншіден мақсатты аудитория және лукалайк. И төртіншіден мощный креатив, яғни рекламный баннер жасау қажет. Мысалға рекламный баннер креатив дегеніміз не нәрсе? Жаңағы айтып кеткенде, мысалға сіз мебельмен айналысатын болсаңыз, мынандай деп айтасыз: базардағы 10 000 теңгенің нәрсесін сізге 5 000 теңгеге берем деп, осылай қызықтырып креатив пост жасайсыз. И сол арқылы соған фейсбукқа жалғап, страницаға жалғап, таргет қосып жіберіп, и солай клиент тап келесіз. Яғни мощный креатив, рекламный креатив, баннер, фото, анау жасау. Оның бәрін өзімнің видео сабағымда үйрететін боламын. Ал достар, іші өзгеріп кеткен жаңа Facebook Ads Manager'дегі 6 мақсат түрі. Осыларды қай кезде қолданамыз? Қазіргі жаңа Facebook ашып қалсаңыз, 6-ақ селі шығып тұр. Бұрында қанша 11 ма, 12 ма сондай еді. Енді ең біріншісі узнаваемость. Мысалға сіз өзіңіздің жеке брендіңізді қалыптастырғыңыз келсе, осы узнаваемость селі қажет. Мысалға бір адамға 2-3 рет рекламаңыз шыққанын қаласа, осы узнаваемость селі керек. Яғни қолданғаныңыз дұрыс. Екіншіден трафик. Мысалға сізде бір сайтыңыз бар. Жалпы сол сайтқа көп адам кіргенін қаласаңыз, осы трафик селін таңдайсыз. Ал үшіншіден вовлеченность селін қай кезде таңдаймыз? Егер мысалға сіздің күніге WhatsAppқа, Instagramға өте көп адам жазғанын қаласаңыз, осы вовлеченность селін таңдайсыз. Мен өзім осыны қолданамын. Төртіншіден лиди. Егер сіздің мақсатыңыз бір адамның нақты нөмірін, адресін, почтасын алу қажет болса, осы лиди селін таңдайтын боламыз. Продвижение приложение деген не нәрсе? Оны қай кезде қолданамыз? Мысалға сізде Play Marketке бір приложениеңіз болатын болса, сол приложениеге көп адам кіргенін, көп адам өткізгенін қаласаңыз, осы продвижение приложение деген селді таңдайсыз. Алтыншыдан продажи селін қай кезде қолданамыз? Мысалға сіздің үлкен бір гигантский магазиніңіз болса, сол жақта 10 000, 20 000 товардың әрқайсысын көру қажет болса, сол жақтан таңдап алуды қажет етсе, осы продажи селін таңдайтын боласыз. Бірінші мақсатты аудитория және локалайк туралы сөз қозғап кетейік. Мысалға қараңыздар, жалпы жасы 18 бен 55-тің арасы, яғни 2-3 бала шағасы бар. И қызығатын нәрселері малый бизнес, фабрика, контент-маркетинг, домашняя работа, және де YouTube, анау-мынау, Instagram, маркетингке қызығатын адамдар. Ал сіз мебель бизнесімен айналысатын болсаңыз, бұл жерге мебельге керек нәрселер, типа стол, орындық дейтін нәрселерді таңдайсыз. Яғни осы сіздің целевой аудиторияңыз. Осы жерге полный сіздің бизнеске байланысты нәрселердің бәрін таңдап жазып шығасыз. Сол кезде осы аудитория полный таңдалғаннан кейін локалайк, яғни аудитория таргет жіберген кезде осыған қызығатын адамдарға полный бәріне жіберетін болады. Енді локалайк туралы сөз қозғап кетейік достар. Жалпы енді мысалға айтып кетейін. Мысалға сіз мебель бизнесімен айналысасыз, сізде бір 1000-2000 подписчигіңіз бар, бірақ кәдімгідей сіздің мебельге қызығатын, яғни постыңызға лайк басып, комментарий жазып, сторисіңізді көріп лайк басатын адамдарда осылай. И осылардың бәрін сіз бір шетке жинайсыз. Яғни Facebook айтасыз маған: менің постыма лайк басқандар, комментарий жазғандар және сторисімді көргендерге бәрін маған бір шетке жинап бер дейсіз. Міне, мен жинап қойыппын. 4200 және 5000 адам жиналған. И Facebook айтасыз: міне, мен өзімнің мебельге қызығатын адамдардан 2000 адам жинадым. И маған сол 3000 адамнан маған 100 000 адам тауып берші дейсіз. И солай дәл жаңағы аудиториядан, мысалы сіздің постыңызға, жаңа мебеліңізге қызығатын адамнан Facebook кәдімгідей сіздің рекламный баннеріңізге қарап 100 000 адамға көрсетіп шығады. Осы лукалайк дейтін нәрсе ең мықты нәрсенің бірі ғой, осы шын айтайын. Ал достар, жалпы лукалайк дегеніміз осы достар. Яғни прям 100 000 адам, 150 000 адам тауып беріп, сіздің рекламный баннеріңіз соншама адамға шығатын болады. Достар, менің тегін мини курсымның бірінші сабағы бітті. Енді тағы да айтып кететін нәрсе, сіз күніге Инстаграмыңызға немесе WhatsApp'ыңызға таргетіне 50 адам жазып, сіздің өніміңізді сатып алуды қалайсыз ба? Әрине қалайсыз. Енді біздің тегін мини курсымның бірінші сабағы бітті. Егер ұнаса міндетті түрде лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Енді келесі сабаққа доступты алу үшін
Маған Instagram парақшама 22 деп жазып кетіңіздер. Instagram парақша satali.kz, Instagramға поисққа satali.kz деп жазасыздар. Міне, мынау менің Instagram парақшам. Осы Instagram парақшаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, және де дайректке 22 санын жазыңыздар. Сол кезде мен сізге екінші сабақтың доступын сол моментте жіберетін боламын. Қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге байланыста болған Алишер Накнавик каналы. Амандықта жүздескенше.